Ауылда маржан туралы шындықты ешкім білмейтін. Жұрт оны жылдар бойы ақыл есі кем деп қабылдап. Кейбіреулер аяп, кейбіреулер мазақтап. Тіпті кейде оның жанында тұрған адамдардың өзі, оның айтқан сөздерін елемей қоятын. Бірақ бір күні маржанның көп жыл бойы жасырып келген құпиясы ашылғанда, ауылдың үлкені де, кішісі де антаң болып, біз осы қызды қанша жыл бойы неге түсінбегенбіз деп бастарын шайқайтын. Ал сол құпияның бастауы маржан дүниеге келмей тұрып, оның анасы аяулымның өмірінде болған тосын кездесуден басталған еді. Аяулым ауылдағы басқа қыздар сияқты 18-20 жасында тұрмысқа шығып кеткен жоқ. Өйткені ол жас кезінен бастап оқуға ерекше қызығып, кейін қалада бухгалтер мамандығын меңгеріп, бірнеше жыл бойы түрлі мекемелерде есепші болып жұмыс істеген. Ақшаның есебін дәл жүргізіп, құжаттарды мұқият тексеріп, бір тиынның өзінен қате кетсе, қайта қарап шығатын өте ұқыпты әйел болатын. Сондықтан ауылға келген сайын, жұрт оның қолынан есеп қисап келетінін айтып, біреудің жалақысын есептеу керек болса да, біреудің құжатын тексеру керек болса да, аяулымға жүгінетін. Аяулым жұмысына беріліп жүріп, жеке өміріне көп көңіл бөлмеді. Жылдар өтіп, құрбыларының балалары мектепке барып жатқанын көргенде ғана, өзінің де отбасын құру туралы ойлана бастайтын. Бірақ оның жолында кездескен ер адамдардың ешқайсысымен көңілі жараспай. Біреуі жауапсыз болса, енді бірі тым жеңіл мінезді болып шығатын. Ал кейбірі аяулымның жұмысын түсінбей, әйел адамға сонша жұмыс істеудің қажеті жоқ деп қарайтын. Сондықтан ол бірте-бірте тұрмыс құру туралы үмітін азайтып, бәлкім менің тағдырым жалғыздық шығар деп ойлай бастаған. 30-дан асқан кезінің өзінде аяулым әлі тұрмыс құрмаған еді. Ал ауылдағы кейбір әйелдер оның артынан түрлі әңгіме айтып, бухгалтер болып жүріп күйеу табуға уақыты болмады ғой деп күлетін. Бірақ аяулым ешкімнің сөзіне ренжіп, дау шығаратын адам емес еді. Ол жұмысына барып, кешке үйіне қайтып, анасына көмектесіп, өз өмірімен тыныш жүре беретін. Бір күні аяулым қаладағы жұмысынан кеш шығып, ауылға қайту үшін жол бойындағы аялдамаға келді. Күн ұясына батып бара жатқан, аспанда қызғылт сары сәуле басып, салқын жел соғып тұрған. Ал аялдамада аяулымнан басқа адам жоқ еді. Ол қолындағы сөмкесін құшақтап, ауылға баратын көлікті күтіп ұзақ тұрды. Бір көлік өтті, екіншісі де тоқтамады. Үшіншісі мүлде басқа бағытқа бұрылып кетті. Аяулым сағатына қарап, бүгін тағы кеш қалдым-ау деп ойлаған кезде, артынан ақ түсті көлік келіп тоқтады. Жүргізуші керезесін түсіріп, «Апай, қай ауылға барасыз?» деп сұрады. Аяулым абайлап, «Пәлен ауылға» деді. «Отырыңыз, мен сол жаққа қарай бара жатырмын». Аяулым бір сәт ойланып тұрды да, көлікке отырды. Рөлде отырған ер адам өзін Әнуар деп таныстырды. Әнуар жүргізуші болып жұмыс істейтін, ауыл мен қала арасында адамдар мен түрлі жүктерді тасып жүретін, сабырлы, көп сөйлемейтін, бірақ адамды бір көргеннен байқап қалатын мінезі бар жігіт еді. Алғашқы минуттарда екеуі үнсіз отырды. Көліктің ішінде радио жай ғана сыбдырлап ойнап тұрды. Бір кезде Әнуар: «Сіз осы ауылда тұрасыз ба?» деп сұрады. «Иә, бұрын көрген сияқтымын. Мүмкін жұмысыңызбен жүргенде көрген шығарсыз». «Мүмкін», деді Әнуар. Арада бірнеше минут өткен соң, аяулым да оның мамандығын сұрады. «Жүргізушімін», деді Әнуар. «Ұзақ жолдан шаршамайсыз ба?» «Шаршаймын, бірақ үйреніп кеткенмін». Аяулым оның сөзін тыңдап отырып, бұл адамның әңгімесінде бір ерекше қарапайымдық барын сезді. Әнуар да аяулымның жұмысын сұрады. «Мен бухгалтермін», деді аяулым. «Есеп қисаптың адам екенсіз ғой?» Аяулым күліп: «Иә, сандарды жақсы көремін». «Ал адамдарды ше?» Аяулым оның бұл күтпеген сұрағына қарап күлімсіреді. «Адамдарды түсіну сандардан қиын екен». Әнуар да күліп жіберді. Осы қысқа ғана әңгіме екеуінің арасындағы алғашқы жақындықтың бастамасы болды. Ауылға жеткен кезде аяулым «Рахмет» деп көліктен түсті. Әнуар: «Ертеңде қалаға барасыз ба?» деп сұрады. Аяулым таңырқап: «Иә, неге?» «Ештеңе емес, жолымыз түссе жеткізіп салайын». Аяулым басын изеп, үйіне қарай жүріп кетті. Бірақ ол бірнеше қадамнан кейін артына бұрылып қарағанда, Әнуардың көлігі әлі қозғала қоймағанын көрді. Сол түні аяулым ұйықтай алмады. Ол өзі де түсінбейтін бір сезіммен әлгі жүргізушіні ойлай берді. Ал Әнуар да көлігін үйіне апарып қойғаннан кейін біраз уақыт рөлде отырып қалды. Неге мен оның қайтадан кездескенін қалап тұрмын деп ойлады. Ертеңіне аяулым жұмыстан қайтып келе жатқанда,
Жол бойында әлгі ақ көлікті көрді. Әнуар оны алыстан байқап, көлігін тоқтатты. Аяулым, ауылға барасыз ба? Аяулым таңғалып. Менің атымды қайдан білдіңіз? Әнуар жымиып. Кеше өзіңіз айттыңыз ғой. Аяулым күліп, көлікке отырды. Сол күннен кейін олардың кездесуі кездесу болдан қалды. Әнуар аяулымның жұмыс уақытына қарай жолын сәйкестендіріп жүретін болды. Ал аяулым да аялдамаға шыққанда оның көлігін күтетінін өзде байқамай қалды. Бірнеше апта ішінде екеуі бір-бірінің өмірі туралы көп нәрсе білді. Аяулым Әнуардың бұрын үйленгенін, бірақ отбасылық өмірі ұзаққа бармағанын білді. Әнуар аяулымның жұмысын, мінезін, жалғыз тұрып жүргенін білді. Бірақ олардың арасында асығыс сезім болған жоқ. Бәрі біртіндеп сабырмен қалыптасты. Бір күні Әнуар аяулымды ауылға жеткізіп келе жатып, «Аяулым, мен сізге бір нәрсе айтсам, ренжімейсіз бе?» деді. «Айтыңыз. Мен сізбен кездескелі бері үйге барғанда да сізді ойлаймын». Аяулым үндемей қалды. Әнуар сөзін жалғастырып, «Мен сізді ұнатамын». Аяулым терезеге қарап ұзақ отырды. Сосын ақырын, «Менің жасым сіз ойлағаннан үлкен, Әнуар. Жасыңыздың маған қатысы жоқ. Мен кеш тұрмысқа шығатын әйелмін». Кеш деген не өзі? Адам бақытын тапса, оның несі кеш? Аяулым осы сөзді естігенде жүрегі ерекше елжіреді. Бірнеше ай бойы араласқаннан кейін Әнуар аяулымның үйіне барып, оның ата-анасымен танысты. Көп ұзамай екеуі шаңырақ көтерді. Ауылдағылардың біразы таңғалды. Өйткені аяулымның жасы 30-дан асып кеткен еді. Бірақ аяулым үшін бұл маңызды емес болатын. Ол алғаш рет өзіне тыныштық сыйлайтын адамды кездестірген еді. Ал Әнуар үшін аяулым жай ғана әйел емес. Оның өмірінде қайтадан отбасы деген ұғымға сенім пайда болған адам еді. Үйленгеннен кейін көп ұзамай аяулымның өмірі өзгере бастады. Ол жұмысын жалғастырды. Әнуар жүргізушілік жұмысын тоқтатпады. Екеуі бір-біріне қолдау көрсетіп, қарапайым ғана отбасы болып өмір сүрді. Бірақ бір күні аяулым жүкті екенін білді. Бұл жаңалықты естіген Әнуардың қуанышында шек болмады. «Бізде бала болады» деп, ол әйелін құшақтап ұзақ тұрды. Аяулымда көз жасын жасыра алмады. Ол көп жыл күткен отбасына енді сәби келетінін ойлап, ішіндегі барлық жалғыздықтың артта қалғанын сезінді. Бірнеше айдан кейін дүниеге кішкентай қыз келді. Оның есімін Маржан қойды. Сол күннен бастап Әнуар мен аяулымның өмірінде жаңа кезең басталды. Бірақ олар сол сәтте бір нәрсені әлі білмейтін. Жылдар өте келе олардың қызы Маржан туралы ауылда түрлі әңгімелер тарайды. Біреулер оны ақылы кем дейді. Біреулер оның мінезін түсінбейді. Ал кейбіреулер оның ештеңе білмейді деп ойлайды. Бірақ Маржанның ішінде ешкім білмейтін бір сыр болады. Ол сырдың ашылатын күні келгенде, ауылдағы адамдардың барлығы өздерінің Маржан туралы жылдар бойы қателесіп келгенін түсінеді. Ал ол күнге дейін әлі талай жыл бар еді. Екінші бөлімде Маржанның балалық шағы, оның өзгеше мінезі, анасы аяулымның қызына алаңдауы және ауыл адамдарының Маржанға алғаш рет ақыл есі кем деген ат тағуы баяндалады. Жатта кетіп қалады. Бір күні ауылдағы балалардың бірі оның қолындағы қуыршағын тартып алды да, «Сен бәрібір ойнай алмайсың» деді. Маржан ештеңе айтпады. Үйге келген соң аяулым қызының көңілсіз екенін байқап, «Не болды қызым?» деп сұрады. Маржан біраз үнсіз тұрып, «Апа, адамдардың бәрі бірдей болмайды ғой» деді. Аяулым таңғалып, «Неге олай дедің?» Маржан, «Кейбір адамдар көргенін ғана сінеді» деп жауап берді. Аяулым қызының бұл сөзіне таңғалды. Өйткені 5 жастағы баланың мұндай сөз айтуы оған түсініксіз еді. Бірақ ол бұл жағдайға аса мән бермеді. Маржан мектепке барған кезде оның өзгешелігі одан сайын байқала бастады. Мұғалімі сұрақ қойған кезде Маржан кейде жауап бермей үнсіз отыратын, ал келесі күні дәл сол сұрақтың жауабын дәптеріне толық жазып қоятын. Сондықтан мұғалімі алғашында оның сабақты түсінбейтінін ойлағанымен, кейін оның білімді екенін байқап қалатын. Бірақ Маржанның ең түсініксіз қасиеті, ол бір нәрсені білсе де, кейде әдейі білмеген адам сияқты көрінетін. Мұғалім, «Маржан, мына есепті шығарды аласың ба?» дегенде, ол басын шайқап, «Білмеймін» дейтін. Ал сабақ аяқталған соң дәптерін тексерген мұғалім есептің дұрыс шығарылғанын көретін. Бір күні мұғалім оны сыныпта жалғыз қалдырып, «Сен бұл есепті шынымен түсінбейсің бе?» деп сұрады. Маржан біраз уақыт үнсіз тұрды да, «Түсінемін. Онда неге сабақта жауап бермейсің?»
Маржан мұғалімнің көзіне тіке қарап, кейде үндемеген дұрыс. Мұғалім оның жауабын түсінбей қалды. Осы жағдайдан кейін ауылдағы кейбір адамдар Маржан туралы түрлі пікір айта бастады. Біреулер, бұл қыз бір түрлі екен деді. Екіншісі, өзімен өзі сөйлеседі екен. Үшіншісі, ақыл есі дұрыс емес шығар деп қойды. Осы сөз біртіндеп ауылға тарап кетті. Аяулым мұны естіген сайын жүрегі ауыратын. Бір күні ол қызын үйге шақырып алып, Маржан, адамдар сен туралы түрлі сөз айтып жүр деді. Маржан анасына қарап, білемін. Аяулым таңғалып, қалай білесің? Маржан, олар менің қасында айтпаса да, кейін бір-біріне айтады. Аяулым үндемей қалды. Сонда сен олардың бәрін естисің бе? Маржан жай ғана басын изеді. Сол күннен бастап аяулым қызының бойында өзгелер байқамаған бір ерекшелік бар екенін түсіне бастады. Бірақ ол Маржанның нақты не жасырып жүргенін түсінбеді. Маржанның әкесі Әнуар болса, қызына әрқашан сенетін. Бір күні ауылдағы бір танысы Әнуарға, сенің қызың бір түрлі ғой, мектепте де тыныш отырмайды дейді, дегенде Әнуар қабағын түйіп, менің қызымның қандай екенін мен білемін деді. Жоқ, мен жамандық айтып тұрған жоқпын. Бірақ біреудің баласына ақылы кем деп ат қою оңай деді Әнуар. Адамның ішін білмей тұрып, үкім шығаруға болмайды. Алайда ауыл адамдарының сөзі тоқтамады. Маржан өскен сайын, оның тыныштығы адамдарға одан сайын түсініксіз бола түсті. Ол 10 жасқа келгенде үйдегі ұсақ-түйек заттардың орнын жатқа білетін, әкесінің қай күні қай бағытқа кеткенін, анасының жұмысқа нешеде шығатынын, үйге кімнің қашан келгенін жатта кетіп қалатын. Бір күні ауылдағы балалардың бірі оның қолындағы қуыршағын тартып алды да, сен бәрібір ойнай алмайсың деді. Маржан ештеңе айтпады. Үйге келген соң аяулым қызының көңілсіз екенін байқап, не болды қызым деп сұрады. Маржан біраз үнсіз тұрып, апа, адамдардың бәрі бірдей болмайды ғой деді. Аяулым таңғалып, неге олай дедің? Маржан, кейбір адамдар көргенін ғана сінеді деп жауап берді. Аяулым қызының бұл сөзіне таңғалды. Өйткені 5 жастағы баланың мұндай сөз айтуы оған түсініксіз еді. Бірақ ол бұл жағдайға аса мән бермеді. Маржан мектепке барған кезде оның өзгешелігі одан сайын байқала бастады. Мұғалімі сұрақ қойған кезде Маржан кейде жауап бермей үнсіз отыратын, ал келесі күні дәл сол сұрақтың жауабын дәптеріне толық жазып қоятын. Сондықтан мұғалімі алғашында оның сабақты түсінбейтінін ойлағанымен, кейін оның білімді екенін байқап қалатын. Бірақ Маржанның ең түсініксіз қасиеті, ол бір нәрсені білсе де, кейде әдейі білмеген адам сияқты көрінетін. Мұғалім, Маржан, мына есепті шығарды аласың ба дегенде, ол басын шайқап, білмеймін дейтін. Ал сабақ аяқталған соң дәптерін тексерген мұғалім есептің дұрыс шығаруғанын көретін. Бір күні мұғалім оны сыныпта жалғыз қалдырып, сен бұл есепті шынымен түсінбейсің бе деп сұрады. Маржан біраз уақыт үнсіз тұрды да, түсінемін. Онда неге сабақта жауап бермейсің? Маржан мұғалімнің көзіне тіке қарап, кейде үндемеген дұрыс. Мұғалім оның жауабын түсінбей қалды. Осы жағдайдан кейін ауылдағы кейбір адамдар Маржан туралы түрлі пікір айта бастады. Біреулер, бұл қыз бір түрлі екен деді. Екіншісі, өзімен өзі сөйлеседі екен. Үшіншісі, ақыл есі дұрыс емес шығар деп қойды. Осы сөз біртіндеп ауылға тарап кетті. Аяулым мұны естіген сайын жүрегі ауыратын. Бір күні ол қызын үйге шақырып алып, Маржан, адамдар сен туралы түрлі сөз айтып жүр деді. Маржан анасына қарап, білемін. Аяулым таңғалып, қалай білесің? Маржан, олар менің қасында айтпаса да, кейін бір-біріне айтады. Аяулым үндемей қалды. Сонда сен олардың бәрін естисің бе? Маржан жай ғана басын изеді. Сол күннен бастап аяулым қызының бойында өзгелер байқамаған бір ерекшелік бар екенін түсіне бастады. Бірақ ол Маржанның нақты не жасырып жүргенін түсінбеді. Маржанның әкесі Әнуар болса, қызына әрқашан сенетін. Бір күні ауылдағы бір танысы Әнуарға, сенің қызың бір түрлі ғой, мектепте де тыныш отырмайды дейді, дегенде Әнуар қабағын түйіп, менің қызымның қандай екенін мен білемін деді. Жоқ, мен жамандық айтып тұрған жоқпын. Бірақ біреудің баласына ақылы кем деп ат қою оңай деді Әнуар. Адамның ішін білмей тұрып, үкім шығаруға болмайды. Алайда ауыл адамдарының сөзі тоқтамады. Маржан өскен сайын, оның тыныштығы адамдарға одан сайын түсініксіз бола түсті. Ол 10 жасқа келгенде үйдегі ұсақ-түйек заттардың орнын жатқа білетін, әкесінің қай күні қай бағытқа кеткенін, анасының жұмысқа нешеде шығатынын,
Үйге кімнің қашан келгенін ұмытпайтын. Бірақ біреу, «Мажан, бүгін не істедің?» деп сұраса, ол кейде «Ештеңе» деп жауап беретін. Оның осындай қысқа жауаптары адамдардың күдігін одан сайын күшейтті. Ал Мажан болса бәрін естіп, бәрін байқап жүрді. Бірақ ешкімге ештеңе түсіндірмеді. Оның балалық шағындағы ең жұмбақ оқиға 12 жасында болды. Сол күні аяулым жұмыстан үйге ерте келген. Үйге кіргенде қызының бөлмесінің есігі жабық тұрғанын көрді. «Мажан?» Жауап болмады. Аяулым есікті ашқанда қызының ескі дәптерге бір нәрселерді жазып отырғанын көрді. «Не жазып отырсың?» Мажан дәптерін бірден жауып, «Ештеңе. Көрсетші?» «Жоқ». Аяулым қызының қолынан дәптерді алуға тырысқанда, Маржан алғаш рет қатты қарсылық көрсетті. «Апа, оны ешкімге көрсетпеуің керек». Аяулым тоқтап қалды. «Нені?» Маржан үнсіз қалды. «Қызым, менен неге жасырасың?» Маржан анасына ұзақ қарап тұрды да, «Уақыты келгенде өзіңіз білесіз». Аяулымның жүрегі дүрсілдеп кетті. «Қандай уақыт?» Бірақ Маржан жауап бермеді. Сол күннен кейін аяулым қызының әлгі дәптерін қайта көре алмады. Ал ауылда Маржан туралы ақыл-есі кем деген әңгіме одан әрі тарай берді. Ешкім оның түнде сол дәптеріне не жазатынын білмеді. Ешкім оның кейбір адамдардың сөзін неге ерекше мұқият тыңдайтынын түсінбеді. Ешкім оның кейде әкесі Әнуарға қарап ұзақ ойланып қалатынын байқамады. Бірақ Маржанның өзі бір нәрсені анық білетін. Оның балалық шағынан бері жасырып келе жатқан бір шындығы бар еді. Ал сол шындықтың алғашқы дәлелі сақталған дәптер әлі де оның бөлмесінде, ескі сандықтың түбінде жататын. 3-ші бөлімде Маржанның мектептегі жылдары, ауыл адамдарының оған деген көзқарасының күшеюі және оның сандыққа неге ерекше қарайтыны ашыла бастайды. Маржан 13-ке толғанда ауылдағы адамдардың оған деген көзқарасы бұрынғыдан да өзгеріп, оның тыныш жүрісін, көп сөйлемейтін мінезін, кейде аяқ астынан бір нәрсеге қарап ұзақ ойланып қалатынын әркім өзінше жоритын болды. Біреулер оны қызық қыз десе, енді біреулер ақыл-есі дұрыс емес шығар деп сыртынан сөз ететін. Ал Маржан мұның бәрін естіп жүрсе де, ешкіммен ұрыспайтын, ешкімге өзін ақтауға тырыспайтын. Керісінше, адамдардың не айтып жүргенін үнсіз бақылап, өзінің ішіндегі бір үлкен сырды одан сайын терең жасыра беретін. Мектепте де оның жағдайы оңай болмады. Өйткені Маржан сабаққа келгенде кейбір күндері өте белсенді болып, мұғалім қойған ең қиын сұрақтарға бірден жауап беретін. Ал кейбір күндері партасында үнсіз отырып, тақтаға қарағанымен ештеңе түсінбеген адам сияқты көрінетін. Сондықтан сыныптастары оның мінезін түсіне алмай, Маржанның басында бірдеңе бар деп күлетін. Бірақ қызыға, бақылау жұмысы кезінде ол көп жағдайда сыныптағы ем жоғары бағаны алатын. Ал мұғалімдер оның жазуынан ұқыптылық пешесен ерекше есте сақтау қабілетін байқайтын. Бір күні математика пәнінің мұғалімі бүкіл сыныпқа қиын есеп беріп, балалардың бәрі дәптерлеріне үміліп отырған кезде, Маржан терезеге қарап үнсіз отырды. Мұғалім оның жанына келіп, «Маржан, сен есепті шығармайсың ба?» дегенде, қыз басын көтерместен, «Мен оны шығарып қойдым» деді. Мұғалім дәптерін ашып қараса, есептің шешімі толық әрі дұрыс жазылып тұр екен. Сол кезде ұстазы танырғап, «Онда неге қол көтермедің?» деп сұрағанда, Маржан иығын ғана көтеріп, «Бәрінің дұрыс жауап бергені жақсы ғой» деп қысқа жауап берді. Бұл сөз мұғалімге түсініксіз болғанымен, ол Маржанның білімін мойындады. Осыдан кейін мектепте Маржан туралы екі түрлі пікір қалыптасты. Бір тобы оны өте ақылды деп санаса, екінші тобы оның мінезін оғаш көретін. Бірақ ауылдағы адамдардың ақыл-есі кем деген сөзі мектепке де жетіп, кейбір балалар Маржанды әдейі мазақтай бастады. «Ей, Маржан, сен бәрін түсінесің бе өзі? Ақылың бар ма? Неге үнемі үндемей жүресің?» Маржан олардың бәрін тыңдайтын, бірақ жауап бермейтін. Бір күні бір қыз оның дәптерін тартып алып, «Қане, сенің құпиямды көрейік» деді. Маржан алғаш рет ашуланып, дәптерін жұлып алды да, «Оғас тиіспе». Сынып іші бір сәтке тып-тыныш болып қалды. Өйткені Маржанның әдетте ешкімге қарсы шықпайтынын бәрі білетін. Сол күні кешке Маржан үйге келгенде, аяулым қызының қабағы түсіп тұрғанын бірден байқады. «Қызым, не болды?» «Ештеңе. Біреу ренжітті ме?» Маржан анасына қарап біраз тұрды да, «Апа, адамдардың бәріне сенуге болмайды». Аяулым оның бұл сөзін естігенде жүрегі тағы да қобалжыды. «Саған біреу бірдеңе айтты ма?»
Жоқ, онда неге бұлай айтып тұрсын? Маржан жауап бермеді. Аяулым қызының соңынан бөлмесіне дейін барды. Бірақ Маржан есікті ішінен жауып алды. Ол бөлмесінің бұрышындағы ескі сандықты ашып, ішінен бұрынғы дәптерін алды. Бұл сандықты үйде бұрын аяулым пайдаланған. Кейін ол Маржанның бөлмесіне қойылған еді. Сандықтың ішінде ескі киімдер, бірнеше сурет, құжаттардың көшірмелері және ешкімге көрсетілмейтін дәптер жататын. Маржан дәптерді ашып, бірнеше жолды қайта оқыды. Ол дәптерге адамдардың сөздерін, күндерін, кейбір оқиғаларды жазып жүрген. Бірақ оның жазбалары жай ғана күнделік емес еді. Маржан біреудің әрекетін, біреудің айтқан сөзін, кейбір адамдардың арасындағы байланысты жазып отырған. Ол бәрін өте ұқыпты түрде белгілейтін, кейде тіпті нақты уақытында жазатын. Сол түні ол дәптеріне тағы бір сөйлем жазды. Мен бәрін түсінемін, бірақ әзірге ешкімге айтпаймын. Дәптерді жауып, сандықтың түбіне қайта салды. Сол кезде есік сыртынан анасының дауысы естілді. Маржан, ұйықтадың ба? Маржан, иә апа. Аяулым есікті ашпады. Ол қызының бөлмесінің алдында біраз тұрып ішінен. Бұл қыздың ішінде не бар деп ойлады. Ал Әнуар болса бұл кездер жұмыста жүрген. Ол бірнеше күндік сапарға кеткен еді. Әнуар жүргізуші болғандықтан, кейде ауылдан алыс жерлерге жүк тасып кететін. Сол себепті үйде бірнеше күн болмай қалатын кездері жиі кездесетін. Маржан әкесін қатты жақсы көретін. Әкесі үйге келген сайын, ол ешкімге байқатпай, оның көлігін тексеретін. Бір күні Әнуар көлігін аулаға қойып, үйге кіргенде Маржан, «Әке, бүгін қай жолмен келдіңіз?» деп сұрады. Әнуар күліп, «Неге сұрайсың? Жай?» «Қаладан тура келдім». Маржан біраз ойланып, «Жоқ, сіз басқа жолмен келгенсіз». Әнуар таңғалып, «Қалай білдім?» Маржан, «Көлігіміздің дөңгелегінде басқа жолдың балшығы бар». Әнуар сервис тоғызан нақсын біраз үнсіз қарап тұрды. «Сен мұны қайдан байқадым?» Маржан, «Көріп тұрмын ғой». Әнуар күліп, «Сенің көзім бәрін көреді екен». Бірақ аяулым бұл сөзді естігенде қызының ерекшелігіне тағы да назар аударды. Маржан шынымен айналасында болып жатқан нәрселердің көпшілігін байқап жүретін. Бірақ оның ең үлкен құпиясы әлде сандықтың ішінде еді. Бір күні аяулым үй жинап жүріп, Маржанның бөлмесіне кірді. Сандықтың үстінде жатқан ескі дәптерді байқап қалды. Ол дәптерді қолына ала бергенде Маржан бөлмеге кіріп келді. «Апа!» Аяулым селк ете қалды. «Мен тек бөлмеңді жинап жүрмін». Маржан дәптерге қарап, «Оны ашпаңызшы». «Неге?» «Өйткені ол менікі». Аяулым дәптерді орнына қойды. «Жақсы, ашпаймын». Маржан анасына қарап ұзақ тұрды да, «Апа, сіз маған сенесіз бе?» Аяулым, «Әрине, сен менің қызымсың». Маржанның көзіне жас толды. «Онда бір күні бәрін түсінесіз». «Нені?» Маржан басын шайқады. «Әзірге айта алмаймын». Аяулым қызының жанына барып оны құшақтады. Сол сәтте Маржан анасына бір нәрсе айтқысы келді, бірақ айта алмады. Өйткені оның ойында бір ғана нәрсе тұрды. Егер мен қазір бәрін айтсам, анамның өмірі өзгереді. Күндер өте берді. Маржан 14-ке, 15-ке толды. Оның мінезі өзгере қойған жоқ, бірақ бір нәрсе өзгерді. Ол адамдарды бұрынғыдан да мұқият бақылай бастады. Кімнің кіммен сөйлескенін, кімнің үйге қашан келгенін, ауылда қандай әңгіме тарағанын есінде сақтайтын. Ал жұрт болса оны бұрынғыдан бетер түсінбей, «Мына қыздың басы дұрыс емес» деп айтып жүрді. Маржан бұл сөзді естіген сайын тек жымиып қоятын. Бір күні ауылда үлкен жиын болды. Жиынға аяулым, Әнуар және Маржан да қатысты. Сол жерде ауылдағы бір адам Әнуарға қарап, «Қызыңды бір маманға көрсетсемші» деді. Әнуардың қабағы бірден түйілді. «Неге?» «Мінезі бір түрлі ғой». Маржан бұл әңгімені алыстан естіп тұрды. Ол ештеңе демеді. Кек әкесіне қарап, «Әке, үйге қайтайықшы» деді. Әнуар қызын жетектеп сыртқа шықты. Жолда Маржан, «Әке, мені адамдар неге түсінбейді?» Әнуар, «Өйткені олар сені толық танымайды». «Ал сіз ше?» Әнуар қызына қарап, «Мен саған сенемін». Маржан әкесінің қолын қатты қысып ұстап, «Рахмет әке». Бірақ сол түні күтпеген жағдай болды. Аяулым Маржанның бөлмесін жинап жүріп, сандықтың түбінен бір қағаз тауып алды. Қағаздың үстінде бірнеше адамның аты жазылған еді. Ал ең төменгі жағында бір ғана сүйерлем бар болатын. Бұл адамдардың арасында біздің отбасымыздың тағдырына әсер ететін адам бар.
Аяулымның қолы дірілдеп кетті. Ол қағазды қайта орнына қойып үлгермей, есік ашылды. Маржан кіріп келді. Екеуі бір-біріне үнсіз қарады. Аяулым алғаш рет қызының көзінен қорқынышты емес, құпияны көрді. Маржан, деді ол баяу ғана. Сен бұл адамдарды неге жазып жүрсің? Маржан жауап бермеді. Бірақ оның үнсіздігі бұл сұрақтың жауабы қарапайым емес екенін анық көрсетіп тұрды. Ал сол түні аяулым алғаш рет қызының ақыл есі кем деген сөзге мүлде сәйкес келмейтінін сезді. Бірақ Маржанның шындығы әлі ашылған жоқ еді. Себебі оның сандығында жатқан ең маңызды нәрсе әлгі дәптер емес, 10 жыл бұрын болған бір оқиғаның дәлелі болатын. Ал оны Маржан ешкімге көрсетуге әлі дайын емес еді. Аяулым сол түні ұзақ уақыт ұйықтай алмады. Өйткені қызының бөлмесінен тауып алған әлгі қағаздағы адамдардың аты оның көңілін мазалап. Маржан, бұл есімдерді не үшін жазды? Олардың біздің отбасымызға қандай қатысы бар? 10 жыл бұрын қандай оқиға болды? Қызым нені менен жасырып жүр? Деген сұрақтар бірінен соң бірі ойына келе берді. Бірақ ең қатты алаңдатқаны, Маржанның әдеттегідей үндемей қалмай, сол күні анасының көзіне тура қарап тұрып, ештеңе түсіндірместен бөлмесінен шығып кеткен еді. Таңертең аяулым жұмысқа баруға дайындалып жатқанда, Маржан ас үйге кіріп, анасының алдына үнсіз отырды. Апа, кеше сандықты аштыңыз ба? Деді ол. Аяулым қызына қарап, я аштым. Маржан біраз үнсіз қалды. Қағазды көрдіңіз бе? Көрдім. Не ойладыңыз? Аяулым күрсініп. Қызым, мен сенің анаңмын. Сенің өмірімде не болып жатқанын білгім келеді. Маржан көзін төмен түсірді. Әлі уақыты келген жоқ. Қашан келеді сол уақыт? Маржан біраз ойланып, әкем үйде болған кезде. Аяулымның жүрегі дүр ете қалды. Әкеңе не айтпақсың? Маржан жауап берместен орнынан тұрып, бөлмесіне кіріп кетті. Аяулым оның соңынан қарап тұрып, қызының бойындағы жұмбақтың барған сайын үлкейіп бара жатқанын сезді. Сол күні кешке Әнуар жұмыстан келгенде, аяулым оған бәрін айтып берді. Маржан бір түрлі нәрселер жазып жүр, деді ол. Әнуар, қандай нәрселер? Аяулым сандықтан тапқан қағазды көрсетті. Әнуар қағаздағы есімдерді оқып шықты да, кенет қабағы өзгерді. Бұл адамдарды мен танимын. Аяулым таңғалып, қайдан? Бірнеше жыл бұрын мен олармен бірге жұмыс істегенмін. Аяулымның жүрегі дүрсілдеп кетті. Әнуар, сонда Маржан неге олардың атын жазып жүр? Әнуар біраз үнсіз отырды. Білмеймін. Осы кезде есік ашылып, Маржан кіріп келді. Ол ата-анасының қолындағы қағазды бірден көрді. Бірақ бұл жолы қашпады. Енді бәрін айтатын уақыт келді, деді Маржан. Аяулым мен Әнуар бір-біріне қарады. Маржан үстелдің жанына келіп отырды. Бірақ алдымен бір нәрсеге уәде беріңіздер. Әнуар, не нәрсеге? Мен сөйлеп болғанша сөзімді бөлменіздер. Аяулым басын изеді. Маржан терең тыныс алды. Мен ақыл есі кем емеспін. Бұл сөзді естігенде аяулымның көзіне жас келді. Өйткені ол мұны іштей әлде қашан сезе бастаған еді. Әнуар болса үнсіз отырды. Маржан сөзін жалғастырды. Мен кішкентай кезімнен адамдардың мен туралы не айтатынын еститінмін. Мектепте де, ауылда да, мені түсінбейтін адам деп ойлайтындар көп болды. Бірақ мен олардың бәріне жауап бермедім. Өйткені бір нәрсені ерте түсіндім. Кейде шындықты дәлелдеуге асықпау керек. Аяулым көз жасын сүртті. Сонда сен неге бізге айтпадың? Өйткені мен қорықтым. Неден? Маржан біраз үнсіз қалды. Отбасымыздың бұзылып кетуінен. Әнуардың қабағы түйілді. Қандай нәрсе туралы айтып тұрсың? Маржан орнынан тұрып бөлмесіне кіріп кетті де, бірнеше минуттан кейін ескі дәптерін алып шықты. Дәптерді үстелдің үстіне қойды. Мұнда бәрі жазылған. Әнуар дәптерді ашты. Күндер, уақыттар, адамдардың есімдері, кейбір оқиғалар. Бірақ ең соңғы беттерге келгенде, Әнуардың жүзі күрт өзгерді. Онда бірнеше жыл бұрынғы бір оқиға жазылған еді. Әкемнің көлігін бір адам әдейі тексерді. Келесі жолда. Сол күні әкем қатты ашуланды. Одан кейін, анам бұл туралы білмейді. Аяулым, бұл не сонда? Маржан, мен ол кезде 12 жаста едім. Әнуар, сен не көрдің? Маржан әкесіне қарап, сіздің көлігіңізге бір адам бірнеше рет жақындаған. Әнуардың жүзі сұрланып кетті. Кім? Маржан қағаздағы есімдердің бірін көрсетті. Осы адам. Әнуар ұзақ үнсіз отырды. Өйткені ол адамның аты оған таныс еді.
Ол Әнуардың бұрынғы жұмысынан бірге жүрген танысы болатын. Бірнеше жыл бұрын Әнуар жүргізіп жүрген көліктің бір мәселесіне байланысты сол адаммен қатты сөзге келген. Бірақ кейін бұл жағдай ұмытылған, ал Маржан оны ұмытпаған. Сен мұны қалай есінде сақтадың, деді Әнуар. Өйткені сол күні сіз үйге өте ашулы келдіңіз. Сен сонда кішкентай ғана едің. Кішкентай болсан да бәрін түсінетінмін. Аяулым қызына қарап. Бірақ неге осының бәрін жылдар бойы жазып жүрдім? Маржан: себебі кейін тағы бір нәрсе болды. Не болды? Маржан жауап бермеді. Ол дәптердің соңғы бетін ашты. Онда бір ғана сөйлем жазылған. Егер бір күні әкеме бірдеңе болса, осы жазбаларды көрсетіңдер. Аяулымның жүрегі аузына тығылды. Маржан: Әнуар орнынан тұрып: сен не айтқың келіп тұр? Маржан көз жасын ұстап: әке, сіздің сол кездегі жол апатыңызды мен кездейсоқ болған деп ойламаймын. Үй іші тып-тыныш болып қалды. Әнуар қызына ұзақ қарады. Ол жол апатының не қатысы бар? Маржан: сол адам апаттан бірнеше күн бұрын сіздің көлігіңізге жақындаған. Аяулым орнынан тұрып кетті. Қызым, сен бұны қайдан білесің? Маржан: мен көрдім. Неге сол кезде айтпадың? Маржанның көзіне жас толды. Өйткені ол адам маған: егер біреуге айтсаң, әкеңе жаман болады, деді. Аяулымның денесі мұздап кеткендей болды. Әнуардың жүзі өзгерді. Ол саған солай деді ме? Маржан басын изеді. Сол себепті мен үндемедім. Аяулым қызым құшақтап: неге бәрім жалғыз көтердім? Маржан анасының құшағында үнсіз жылады. Ал Әнуар бөлменің ішінде әрі-бері жүріп: сонша жыл бойы сен осыны жалғыз сақтап келдің бе, деп сұрады. Маржан: иә. Бірақ дәл сол сәтте сырттан көлік тоқтаған дыбыс естілді. Үшеуі де бірден үнсіз қалды. Терезеден қарағанда аулада бейтаныс қара көлік тұр еді. Маржан көлікті көрген бойда өңі өзгеріп кетті. Апа! Аяулым: не болды? Маржан терезеге қарап: бұл көлікті мен бұрын көргенмін. Әнуар: қайда? Маржан ақырын ғана: әкемнің жол апаты болған күні. Әнуар терезеге жақындады. Ал ауладағы қара көліктің есігі ашылып, ішінен бір ер адам түсті. Маржан оны көргенде бірнеше жыл бойы жасырып келген құпиясының ең қауіпті кезеңі басталғанын түсінді. Өйткені ол адам жай ғана бейтаныс адам емес еді. Ол Маржанның бала кезінен бері бақылап жүрген адам болатын. Әнуардың аулаға кірген бейтаныс адаммен сөйлесіп тұрғанын көрген Маржан сол сәтте анасына ештеңе айтпады. Өйткені оның ойында басқа бір нәрсе пайда болған еді. Соңғы кездері әкесінің мінезінен байқалған өзгерістер, үйге кешігіп келуі, кей күндері еш себепсіз ашулануы, таңертең ұйқысынан ауыр оянуы, және ең бастысы, кейде киімінен сезілетін әлсіз ғана бөтен иіс Маржанды біраздан бері ойландырып жүрген. Бірақ ол әкесінің жеке мәселесіне араласқысы келмей, бұл туралы анасына айтпай келген еді. Ал аяулым соңғы айларда күйеуінің бойынан бұрын байқалмаған бір әдетті сезе бастаған болатын. Әнуар жас кезінде де анда-санда ішімдік ішетінін ешкімге жасырмайтын адам сияқты көрінгенімен, үйленгеннен кейін аяулым оның бұл әдетін мүлдем байқамаған. Себебі Әнуар үйге келгенде өзін қалыпты ұстап, жұмыстан шаршадым деп ерте ұйықтап қалатын. Ал кейде жолдастарымен кездесіп қалса да, ішімдік ішкенін аяулымға білдірмеуге тырысатын. Бірақ уақыт өте келе оның бұл құпиясы байқала бастады. Бір күні Әнуар жұмыстан кеш келді. Аяулым ас үйде кешкі тамақ дайындап отырған. Есік ашылып, Әнуар үйге кірді. Келдіңіз бе? Деді аяулым. Иә. Әнуар сырт киімін шешіп бөлмесіне кіріп кетті. Аяулым оның соңынан қарап тұрып, біртүрлі сезімге қалды. Әнуардың жүрісі сәл ауыр еді. Сөзі де бұрынғыдай анық емес, бірақ ол мас емес болатын. Кек оның үстінен әлсіз ғана ішімдіктің иісі сезілді. Аяулым біраз уақыт үнсіз тұрды. Сосын: Әнуар, бір жерге кіріп шықтыңыз ба? Деп сұрады. Жоқ. Достарыңызбен кездеспедіңіз бе? Жоқ, жұмыстан тура келдім. Аяулым үндемеді. Ол күйеуінің көзіне қарап: бүгін шаршаған сияқтысыз, деді. Жол ұзақ болды. Әнуар осылай деп әңгімені аяқтады. Бірақ сол түні аяулым көп ойланды. Мүмкін мен қателескен шығармын деп өзін жұбатты. Алайда бірнеше күннен кейін дәл сондай жағдай тағы қайталанды. Бұл жолы Әнуар үйге келгенде, аяулым оның қалтасынан кішкентай дүкеннің түбіртегін байқап қалды. Түбіртекте алкогольдік сусынның атауы жазылып тұрды. Аяулымның жүрегі шым ете қалды. Ол түбіртекті қолына ұстап біраз тұрды. Бірақ күйеуіне бірден сұрақ қойған жоқ.
Себебі ол жанжалдан қорқатын. Аяулым мен Әнуарның отбасы сырт көзге өте тату көрінетін. Екеуі Маржанды өсірді. Бір-біріне қиындықта көмектесті. Аяулым күйеуінің жүргізуші болып жұмыс істейтінін, жолдың ауыр екенін жақсы түсінетін. Сондықтан ол ішімдік туралы мәселені бірден үлкен дауға айналдырғысы келмеді. Бірақ оның күдігі күшейе берді. Кейде Әнуар жұмыстан келген соң бірден жуынатын. Кейде киімін бөлек қоятын. Кейде үйге кіре сала, бүгін шаршадым деп бөлмесіне кететін. Аяулым мұның бәрін байқап жүрді. Бір күні Маржан да әкесінің өзгергенін сезді. Әнуар үйге келгенде Маржан оған ұзақ қарап тұрды. Әке, сіз біртүрлісіз. Әнуар қабағын түйіп, несі біртүрлі? Көзім шаршаған. Жолдан шаршадым. Маржан үндемеді. Ол әкесінің киімінен сезілген иісті де байқаған. Бірақ бұл жолда ештеме айтпады. Сол түні аяулым күйеуіне: Әнуар, сізге бір нәрсе сұрасам бола ма деді. Сұра. Соңғы кездері ішімдік ішіп жүрсіз бе? Әнуар біраз үнсіз қалды. Сосын: жоқ. Аяулым оның көзіне қарады. Шын айтасыз ба? Шын. Мен сізден ұрсу үшін сұрап тұрған жоқпын. Онда неге сұрайсың? Өйткені сезіп жүрмін. Әнуардың қабағы түйілді. Сен бәрім күмәнмен қарайтын болып кетіпсің. Аяулым бұл сөзден кейін үндемей қалды. Ол күйеуін ренжіткісі келмеді. Бірақ оның ішіндегі күдік енді жоғалмайтын болды. Арада біраз уақыт өтті. Әнуар кей күндері үйге қалыпты келетін, ал кей күндері мінезі өзгеріп кететін. Аяулым енді оның даусынан-ақ үйге қандай күйде келгенін ажырата бастады. Бір күні ол күйеуінің көлігін жинап жүріп, жүргізуші орындығының астынан кішкентай бөтелкенің қақпағын тауып алды. Аяулымның жүрегі қатты соқты. Ол қақпақты қолына ұстап ұзақ тұрды. Сол сәтте Әнуар үйге кіріп келді. Аяулым оның қолындағы затты көрсетіп: «Мынау не?» деді. Әнуар бір сәтке абдырап қалды. «Білмеймін». «Әнуар, мүмкін біреудің қақпағы шығар». Аяулым ауыр күрсінді. «Мен сізге жау емеспін». Әнуар үндемеді. «Егер ішсеңіз, жасырмаңыз». Әнуар орындыққа отырып қалды. Бірнеше секундтан кейін: «Кейде ғана», деді. Аяулымның жүрегі ауырды. «Қашаннан бері?» Әнуар көзін төмен түсірді. «Бұрыннан бар әдет. Неге маған айтпадыңыз? Үйленгеннен кейін қойдым деп ойладым. Ал қазір?» Әнуар жауап бермеді. Аяулым оның үнсіздігінен көп нәрсені түсінді. «Мен сізден бір нәрсе ғана сұраймын», деді ол. «Көлік жүргізетін адам ретінде ішімдік ішкеннен кейін рөлге отырмаңыз». Әнуар: «Отырмаймын. Маржанның да алдында ішпеңіз». «Жақсы». Аяулым күйеуінің сөзін қабылдағандай болғанымен, оның ішінде бір үлкен қорқыныш пайда болды. Өйткені ол Әнуардың ішімдікті жай ғана анда-санда ішіп жүргенін емес, біртіндеп әдетке айналдырып бара жатқанын сезген. Ал Маржан бәрін бақылап жүрген. Бір күні ол анасына: «Апа, әкем бұрыннан ішетін бе?» деп сұрады. Аяулым бірден қызына қарап: «Мұны қайдан сұрадың?» «Мен байқап жүрмін». «Қызым, бұл туралы ешкімге айтпа». Маржан: «Неге?» «Өйткені бұл әкеңнің мәселесі». Маржан біраз ойланып: «Бірақ оның мәселесі бір күні біздің мәселемізге айналуы мүмкін ғой». Аяулым қызының сөзіне жауап бере алмады. Маржан бөлмесіне кіріп кетіп, өзінің ескі дәптерін қайта ашты. Ол дәптеріне жаңа жазба жасады. «Әкем ішімдік ішетінін анам енді білді. Бірақ менің қорқатыным ішімдіктің өзі емес, мен оның неге қайта бастағанын білгім келеді». Маржан қаламын қойып дәптерін жапты. Себебі ол бір нәрсені сезіп жүрген еді. Әкесінің ішімдікке қайта оралуы жай ғана кездейсоқ әдет емес сияқты еді. Оның артында бір себеп бар болатын. Ал сол себепті Маржан әлі анық білмесе де, бірнеше жыл бұрынғы оқиғамен байланысты болуы мүмкін екенін сезетін. Сол түні Әнуар үйдің ауласында жалғыз отырды. Қолында кішкентай бөтелке болды. Ол бөтелкеге ұзақ қарап отырды да, ақыры оны ашпастан қоқыс жәшігіне лақтырып жіберді. Бірақ дәл сол кезде оның телефоны шырылдады. Әнуар экранға қарады. Қоңырау шалушының аты шықпады. Ол телефонды көтермеді. Телефон қайта шырылдады. Тағы да көтермеді. Үшінші рет қоңырау келгенде Әнуардың жүзі өзгеріп кетті. Ол ақырын ғана: «Сен әлде мені тыныш қалдырмайсың ба?» деді. Ал үйдің терезесінен бұл көріністі Маржан байқап тұрған. Ол әкесінің кіммен сөйлесуге қорқып отырғанын білмейтін. Бірақ сол сәтте Маржанның санасында бір ой пайда болды. Әкемнің ішімдік ішуінің артында бір құпия бар. Ал ол құпияның шын мәні
келесі күндері біртіндеп ашыла бастайтын еді. Әнуардың ішімдікке әуестігі бір күнде пайда болған жоқ. Бастапқыда ол жұмыстан кейін анда-санда ғана ішетін, кейін жолдастарының қасына отырып, бір-екі рюмка ішіп қоятын болды. Ал уақыт өте келе, оның бір-екі рюмкасы бірнеше стақанға айналып, үйге қайтатын уақыты да өзгере бастады. Бұрын жұмыстан шаршап келген Әнуар қызы Маржанды құшақтап, аяулыммен сөйлесіп, кешкі асын ішіп барып демалатын болса, енді кей күндері үйге кеш келіп, қабағын түйіп, ешкіммен сөйлеспей бөлмесіне кіретін болды. Аяулым күйеуінің өзгергенін күн сайын көріп жүрді. Бірақ бастапқыда оны ұрсумен емес, сабырмен тоқтатқысы келді. Себебі ол Әнуарды жаман адам деп есептемейтін. Керісінше, ішімдіктің оның мінезін өзгертіп бара жатқанын түсініп, бір күні бәрін қойып, бұрынғы қалтына келеді деп үміттенетін. Бірақ бұл үміт біртіндеп сөне бастады. Әнуар кей күндері жұмысқа мас күйінде баратын болды. Ал жүргізуші үшін бұл өте қауіпті еді. Бір күні ол таңертең көлікке отырып, жолға шықпақ болғанда, бастығы оның жағдайын байқап қалды. Әнуар, бүгін көлік жүргізбейсің, деді бастығы, қатқыл дауыспен. Әнуар, неге? Өзімді көрдің бе? Жолға шығуға болмайды. Мен жұмысымды білем. Жұмысымды білетінімді білем. Бірақ жолаушылардың өмірін тәуекелге қоя алмаймын. Әнуар ашуланып. Бір рет ішкенім үшін жұмыстан шығарасыз ба? Бұл бірінші рет емес. Әнуар үндемей қалды. Бастығы оған соңғы ескерту жасады. Бірақ Әнуар бұл ескертуді жүрегіне жақын қабылдамады. Сол күні кешке ол тағы да ішімдік ішті. Аяулым оның жағдайын көріп, Әнуар, сізге жұмысымыз керек қой деді. Өзім білемін. Бүгін бастығыңыз сізді жұмыстан шығара жаздапты. Саған кім айтты? Өзіміз айттымыз. Мен не айтып қойғанымды білмеймін. Аяулым үнсіз қалды. Маржан бөлмесінде отырып, ата-анасының сөзін естіп тұрды. Ол дәптерін алды да тағы бір жазба жасады. Әкемнің ішімдігі енді отбасыға ғана емес, жұмысына да әсер етіп жатыр. Бірнеше аптадан кейін жағдай одан әрі қиындады. Әнуар жұмысқа тағы мас күйінде келді. Бұл жолы бастығы оған ұзақ түсіндірмеде берген жоқ. Әнуар, бүгіннен бастап жұмысқа шықпайсың. Әнуар, нені айтып тұрсыз? Сені жұмыстан шығарамыз. Неге? Өзің білесің. Әнуар үнсіз қалды. Ол жылдар бойы жүргізуші болып еңбек еткен еді. Енді қолында жұмысы жоқ. Үйге қайтып келе жатқанда оның ішінде ашу мен өкініш аралас сезім болды. Бірақ ол өз кінәсін мойындаудың орнына бар кінәні айналасындағы адамдардан іздей бастады. Үйге кіргенде аяулым оның қабағынан бірден жағдайдың нашар екенін түсінді. Не болды? Әнуар жауап бермеді. Әнуар, сөйлесіңізші. Жұмыстан шығарды. Аяулымның жүрегі ауырды. Неге? Әнуар оған ашулы көзбен қарады. Сен де бастайсың ба? Мен сізді кінәлап тұрған жоқпын. Бәрін мені кінәлайсыңдар. Аяулым сабыр сақтап. Біз сізге көмектескіміз келеді. Маған ешкімнің көмегі керек емес. Ол үстелді жұдырығымен ұрды. Маржан бөлмесінен шығып келе жатып тоқтап қалды. Ол әкесінің мұндай күйін бұрын соңды көрмеген. Аяулым күйеуінің ашуын басуға тырысып. Маржан бар, Әнуар, тыныш сөйлеңіз деді. Бұл сөз керісінше Әнуардың ашуын күшейтті. Сен маған ақыл айтпа, аяулым кейін шегінді. Мен тек... Әнуар ашумен қолын сермеп жіберіп, аяулымға соғып кетті. Үй іші бір сәтте үнсіз қалды. Аяулым бетін ұстап, қозғалыссыз тұрды. Маржанның көзі шарасынан шықты. Әке? Әнуар да бір сәтте не істеп қойғанын түсінгендей болды. Бірақ кеш еді. Аяулым үнсіз жылап тұрды. Маржан анасына жүгіріп барып, оны құшақтады. Апа, аяулым, қызым, қорықпа. Маржан әкесіне қарап, неге анама қол көтердіңіз? Әнуар жауап бере алмады. Сол түні үйдегі ешкім дұрыс ұйықтамады. Әнуар жалғыз бөлмеде отырды. Ал аяулым қызының қасында үнсіз жылап жатты. Маржан анасының қолын ұстап, апа, біз бұлай өмір сүре алмаймыз деді. Аяулым көз жасын сүртіп, білемін, әкеме көмектесу керек. Иә, бірақ ол өзі қаламаса, қалай көмектесеміз? Аяулым жауап бере алмады. Ертеңіне Әнуар таңертең оянғанда кешегі әрекетін есіне түсірді. Ол аяулымның алдына келіп, кешір мен деді. Аяулым үндемеді. Мен сені ұруды ойлаған жоқпын. Аяулым оған қарап. Адам бір рет қол көтерсе, келесі жолы тағы қайталануы мүмкін. Әнуардың басы төмен түсті. Қойдым. Нені? Ішімдікті. Аяулым ұзақ қарап тұрды.
Шын айтасыз ба? Иә. Бірақ Маржан әкесінің сөзін естігенімен бірден сене қоймады. Өйткені ол соңғы айларда әкесінің бірнеше рет енді ішпеймін деп айтып, кейін қайта бастағанын көрген. Сол күні Маржан дәптеріне жаңа жазба жасады. Әкем бүгін ішімдікті қоямын деді. Мен оның өзгергенін көргім келеді. Бірақ анамның енді бұрынғыдай қорықпай өмір сүргенін қалаймын. Арада бірнеше күн өтті. Әнуар шынымен ішпей жүрді. Үйдегі жағдайда біртіндеп тыныштала бастады. Аяулым күйеуінің өзгеруіне үміттенді. Бірақ бір кеште Әнуардың телефоны шырылдады. Ол экранға қарап, бірден сыртқа шықты. Маржан терезеден әкесінің әлде бір адаммен сөйлесіп тұрғанын көрді. Әнуардың дауысы қатты естілмеді, бірақ бір сөйлемі анық жетті. Мен ол туралы ешкімге айтпаймын дедім ғой. Маржанның жүрегі дүрсілдеп кетті. Ол бірден дәптерін ашты. Себебі бұл сөздің жай ғана ішімдікке немесе жұмысқа қатысы жоқ екенін сезді. Әкесі бірнеше жылдан бері бір құпияны жасырып жүрген. Ал сол құпияның Маржанның сандығында сақталған жазбалармен қандай байланысы бар екенін ол енді анықтауға кірісті. Әнуар жұмыстан айырылғаннан кейін оның өмірі бұрынғыдан да қатты өзгеріп кетті. Өйткені жүргізушілік қызметі оның күн сайынғы тіршілігін, адамдармен араласуын, таңертең ерте тұрып жолға шығуын, өзін бір іске керек адам ретінде сезінуін қамтамасыз етіп келген еді. Ал жұмыссыз қалғаннан кейін ол таңертең оянғанымен қайда барарын білмей, үйдің бір бұрышында ұзақ отырып қалатын. Алғашында аяулым күйеуінің көңілін көтеруге тырысып, бәрі бір күнде болмайды, басқа жұмыс табылар. Ең бастысы, денсаулығыңызға қараңыз, деп жұбататын. Бірақ Әнуар оның сөзін тыңдаудың орнына біртіндеп ішімдікке қайта оралып, бұрын анда-санда ғана ішетін адамнан күн сайын бөтелке іздейтін адамға айнала бастады. Аяулым күйеуінің өзгергенін көріп жүрді. Бірақ оның жағдайын түзетуге бар күшін салуға тырысты. Бухгалтер болып жұмыс істеп, үйдің шығынын өзі көтеріп, азық-түлікті жеткізіп, Маржанның қажетіне ақша бөліп, Әнуардың да алдына тамақ қойып жүрді. Ал Әнуар кейде оның еңбегін бағаламай, «Сен бәрібір жұмыс істеп жүрсің ғой», деп немқұрайды қарайтын. Кейде тіпті бірнеше күн бойы ішіп жатып алатын. Маржан әкесінің біртіндеп өзгеріп бара жатқанын көріп, анасының да шаршай бастағанын сезді. Бір күні таңертең Маржан ас үйге кіргенде, аяулым терезе алдында үнсіз отырған. «Апа, не болды?» Аяулым күлімсіреді. «Ештеңе болған жоқ, қызым. Кешеде басыңызды ұстап отырдыңыз». «Шаршадым». «Дәрі іштіңіз бе?» «Жоқ, оған уақыт жоқ». Маржан анасына ұзақ қарады. Ол аяулымның соңғы кездері жиі шаршайтынын, басы ауыратынын, кейде баспалдақпен көтерілгенде демігіп қалатынын байқайтын. Бірақ аяулым мұның бәрін жұмыстан шаршағаннан деп ойлайтын. Ол өзінің денсаулығына мән бермеді. Өйткені оның бар ойы отбасының жағдайында еді. Ал Әнуар болса, күн сайын ішімдікке көбірек беріліп бара жатты. Кей күндері аяулым күйеуінің алдына тамақ қойса, ол бір-екі қасық қана ішіп, «Тәбетім жоқ» дейтін. Кейде Маржан әкесінің «Маған ақша бер» дегенін еститін. Аяулым, «Не үшін?» «Өзім білемін». «Ішімдікке емес пе?» Әнуар ашулан. «Сен мені бақылауды қашан қоясың?» «Мен сені бақылап жүрген жоқпын. Отбасы үшін алаңдаймын. Маған сенің аяғаның керек емес». Осындай сөздер үйде күн сайын көбейе берді. Аяулымның шыдамы да біртіндеп таусылды. Бір күні Әнуар тағы да мас күйінде келіп, үйдегі жиһаздарды орнынан қозғап, ыдыстарды лақтырып жіберді. Маржан қорқып, бөлмесіне кіріп кетті. «Аяулым, Әнуар, тоқтатыңыз. Үй менікі емес пе? Бұл біздің ортақ үйіміз. Сен менің еркек екенімді ұмытып кеткенсің». Аяулымның даусы дірілдеп. Еркек болу, әйелін қорқыту емес. Әнуар үндемей қалды, бірақ оның ашуы басылған жоқ. Сол түні аяулым шешім қабылдады. Ол Маржанды қасына отырғызып, «Қызым, мен сенің әкеңмен бөлек тұруға шешім қабылдадым» деді. Маржан анасының қолын ұстап, «Сіз шыдай алмайсыз ба?» Аяулымның көзіне жас келді. «Мен көп жыл шыдадым. Әкем өзгермей ме?» «Өзгеруі мүмкін, бірақ ол өзі қаламаса, мен оны өзгерте алмаймын». Маржан анасының сөзін түсінді. Бірнеше күннен кейін аяулым мен Әнуар ресми түрде ажырасты. Әнуар үйден кеткенде Маржан есік алдында үнсіз тұрды. Әкесі оған қарап, «Қызым, мен бәрібір сенің әкеңмін». «Маржан, білемін. Мен сені жақсы көремін». Маржан көз жасын жасырып, «Мен де сізді жақсы көремін». Әнуар кетіп қалды. Аяулым терезеден оның алыстап бара жатқанын қарап тұрды. Ол сол сәтте
өзінің өміріндегі ең қиын шешімдердің бірін қабылдағанын түсінді. Бірақ ажырасқаннан кейін де аяулымның жағдайы бірден жақсарған жоқ. Керісінше, ол бұрынғыдан да қатты шаршай бастады. Таңертең жұмысқа барғанда бафы айналатын. Кейде көз алдында қарауытып кететін. Кейде жүрегі қатты соғатын. Бір күні бухгалтерлік есеп жасап отырып, қолындағы қаламын түсіріп алды. Әріптесі: «Аяулым, сіздің өміміз қашып кетіпті ғой». Ұйқым аз болды. «Дәрігерге көрініңіз. Кейін барамын». Ол өзінің денесінде бір мәселе барын сезгенімен, оған мән бермеді. Үйге келгенде Маржан: «Апа, бүгін тағы шаршадыңыз ба?» «Иә қызым». «Дәрігерге барасыз ба?» «Ертем». Бірақ ертең тағы жұмыс шықты. Кейін тағы бір есеп, тағы бір төлем, тағы бір міндет. Аяулым өз денсаулығын үнемі кейінге қалдыра берді. Ал Маржан болса, анасының жүзіне қарап, оның бұрынғыдай емес екенін сезетін. Бір күні аяулым жұмыстан келе жатып, аялдамада басы қатты айналып, орындыққа отырып қалды. Жанындағы әйел: «Апай, жағдайың жақсы ма?» Аяулым: «Иә, қазір өтеді». Бірақ оның қолдары дірілдеп тұрды. Ол үйге келгенде Маржан анасының түрін көріп қорқып кетті. «Апа, не болды? Сіз өте бозарып тұрсыз». «Ештеңе емес. Ауруханаға барайық». «Қойшы қызым, шаршаған шығармын». Маржан үндемек қалды. Бірақ сол түні ол анасының ұйықтап жатқанын ұзақ бақылап отырды. Аяулым ұйықтап жатқанымен тынысы ауыр еді. Маржан дәптерін алып жаңа жазба жасады. «Анам өзін ауырып жүргенін мойындамайды, бірақ мен оның жағдайынан қорқамын». Сол кезде Маржанның есіне әкесі түсті. Әнуардан кейін анасы жалғыз қалды. Ол ішімдіктен, ұрыс-керістен, жұмыс пен үйдің ауыртпалығынан шаршады. Бірақ аяулымның денсаулығының нашарлап бара жатқанын ешкім анық білмеді. Тіпті аяулымның өзі де оның артында қандай сыр жатқанын түсінбеді. Ал бірнеше күннен кейін аяулым жұмыста отырған кезінде көзінің алды қарауытып, орнынан тұра алмай қалды. Әріптестері оны қолынан ұстап: «Аяулым, сізге дәрігер керек». «Жоқ, үйге қайтамын». «Жоқ, бұлай болмайды». Сол күні алғаш рет аяулым өзінің денсаулығына шын мәнінде бір нәрсе болып жатқанын сезінді. Бірақ оның әлі білмегені, бұл әлсіздік жай шаршау емес еді. Ал Маржан болса, анасының жағдайын бұрыннан бақылап жүрген. Сол себепті ол сандығын ашып, бұрынғы жазбаларының арасына тағы бір қағаз салды. «Әкем кеткеннен кейін анамның жағдайы нашарлады. Мен оның ауруын бір күні анықтауға тиіспін». Бірақ Маржанның өмірінде бұдан да ауыр сынақ келе жатқан еді. Өйткені дәл осы кезде оның әпкесі Ғалия, медбике болып жұмыс істейтін жақын адамы, аяулының жағдайын көріп, оны тексеруге бел буды. Ал Ғалияның тексеруі кезінде отбасының тағдырын тағы бір рет өзгертетін нәрсе анықталмақ еді. Аяулымның денсаулығы соңғы кездері сыр беріп жүргенімен, ол өзінің жағдайын ешқашан қатты ауруға балаған жоқ. «Жұмыстан шаршадым, дұрыс ұйықтамадым, жүйкем жұқарды» деп ойлап, басының айналуын, әлсіздігін, кейде жүрегінің дүрсілдеп соғуын елемей жүре берген. Ал қызы Маржан анасының әр қимылын байқап, қайта-қайта дәрігерге баруын сұрағанымен, аяулым «кейін барам» деп жүре берді. Өйткені оның ойында денсаулығынан бұрын қызының болашағы, жұмысы және күнделікті тіршілік тұрды. Ажырасқаннан кейін аяулым жалғыз қалса да, өзін әлсіз сезінбеуге тырысты. Бухгалтерлік жұмысын жалғастырып, таңертең ерте тұрып, жұмысына барып, кешке үйге қайтатын. Ал Әнуар болса, отбасы бұзылғаннан кейін бұрынғыдан да қатты ішімдікке салынып, ауылдың шетіндегі шағын үйінде жалғыз тұрып қалды. Оның күндері бір-біріне ұқсап кеткен еді. Таңертең кеш оянып, ешқайда асықпай, күннің көп уақытын бос өткізіп, кешке тағы ішімдік ішіп отыратын. Бұрынғы жұмысынан, отбасынан, қызынан айырылып қалғанын түсінсе де, өз өмірін өзгертуге әрекет жасамайтын. Бір күні аяулым жұмыстан кейін сіңлісі Ғалияның үйіне қонаққа барды. Ғалия медбике болып жұмыс істейтін, медицинадан хабары бар, адамдардың жағдайын бірден байқап қалатын. Сондықтан әпкесінің соңғы кездері өмінің бозарып, жүрісінің баяулағанын көргенде-ақ оның денсаулығына алаңдайтын. «Әпке, сіз соңғы кездері қатты жүдеп кетіпсіз ғой», деді Ғалия шай құйып жатып. Аяулым күлімсіреп: «Жұмыс көп болып кетті». «Басыңыз айнала ма?» «Кейде». «Жүрегіңіз ше?» Аяулым бір сәт ойланып: «Кейде жүрегім дүрсілдеп кетеді». Ғалия бірден оған алаңдап қарады. «Әпке, міндетті түрде тексеріліңіз». «Тексерілемін». «Қашан?» Аяулым күліп: «Жақында».
Сіз осы жақында деген сөзімізді бірнеше айдан бері айтып жүрсіз. Аяулым, уайымдама Ғалия, менің ештеңем жоқ. Ғалия оның қолын ұстап, мен медбикемін әпке. Адамның түрінен ақ бір нәрсенің дұрыс емес екенін сеземін. Аяулым жауап бермей терезеге қарады. Сол күні екеуі ұзақ сөйлесті. Аяулым Маржан туралы, оның бала кезінен бері өзгеше болған туралы, ауылдағы адамдардың қызын қалай түсінбеген туралы айтты. Маржанның ішінде бір нәрсе бар, деді аяулым. Ғалия, қандай нәрсе? Білмеймін, бірақ ол бәрін байқайды, бәрін есте сақтайды. Мүмкін мінезі сондай шығар. Иә, мүмкін. Аяулым осы сөзден кейін кенет кеудесін ұстап қалды. Ғалия бірден орнынан тұрды. Әпке, не болды? Жүрегім, деді аяулым ақырын ғана. Қай жеріміз ауырып тұр? Кеудем қысылып тұрғандай. Ғалия оның жүзін көріп бірден қатты алаңдады. Жедел жәрдем шақырайық. Аяулым басым шайқады. Жоқ, керек емес. Әпке, мен сізге әзілдеп тұрған жоқпын. Біраздан кейін басылады. Жоқ, мұндайды күтуге болмайды. Аяулым, Ғалия, уайымдама, қазір басылады. Ол диванға отырып терең тыныс алуға тырысты. Ғалия оның қасына отырып. Әпке, кеудеміз әлі ауырып тұр ма? Аздап. Қолдарымыз ше? Әлсіз болып тұр. Ғалия телефонға қол созды. Мен жедел жәрдем шақырамын. Аяулым оның қолынан ұстап. Жоқ, шақырма. Неге? Маржанды қорқытқым келмейді. Маржан кейін бәрібір біледі. Оған айтпай-ақ қой. Ғалия оның сөзін тыңдағанмен іштей қатты қобалжыды. Бірнеше минут өтті. Аяулымның жағдайы сәл түзелгендей болды. Ол, көрдің бе, басылып қалды деді. Ғалия әлде сенімдемес еді. Сонда да дәрігерге баруымыз керек. Аяулым, ертең барамын. Уәде бересіз бе? Уәде беремін. Бірақ бұл аяулымның соңғы уәдесі болатынын екеуі де білмеді. Кешке аяулым үйіне қайтуға дайындалды. Ғалия оны шығарып салттырып, әпке, бүгін жалғыз қалмаңызшы деді. Аяулым, қорықпа, бәрі жақсы. Телефон қасыңызда болсын. Жақсы, аяулым үйіне қарай кетіп қалды. Ғалия есік алдында ұзақ қарап тұрды. Оның жүрегінде түсініксіз бір мазасыздық пайда болған еді. Сол түні аяулым үйіне келген соң Маржанға қоңырау шалмақ болды. Телефонын қолын алды, бірақ қайта қойды. Ертең сөйлесерміз деп ойлады. Ол бөлмесіне кіріп біраз отырды. Сол кезде кеудесі қайта қысылды. Аяулым орнынан тұруға тырысты, бірақ әлсіздік басып қайта отырды. Телефоны қолынан түсіп кетті. Ол телефонға қолын созып үлгермеді. Ал таңертең аяулымнан хабар болмаған соң Маржан анасына қоңырау шалды. Телефон жауап бермеді. Тағы қоңырау шалды. Тағы жауап болмады. Маржанның жүрегі қобалжып, апа, телефонды көтеріңізші деді. Ол Ғалияға қоңырау шалуға мәжбүр болды. Ғалия әпкесінің үйіне келгенде есікті бірнеше рет қақты. Жауап болмады. Көршілерді шақырды. Есікті ашқан кезде Ғалияның жүрегі тоқтап қалғандай болды. Аяулым төсекте үнсіз жатты. Ғалия әпкесіне жүгіріп барып, көмек көрсетуге тырысқанмен, өкінішке қарай аяулым өмірден өтіп кеткен еді. Ғалияның қолы дірілдеп кетті. Әпке, деді ол жылап. Маржан келгенде анасының өмірден өткенін естіп, ұзақ уақыт сөзсіз тұрды. Ол жыламады. Тек анасының қолын ұстап, апа, сіз маған ертең деген едіңіз ғой, деді. Бірақ жауап болмады. Аяулымның күтпеген жерден өмірден өтуі бүкін туыстарын есеңгіретіп тастады. Оның ауырғанын көп адам білмеген. Жақындары оны жұмыс пен шаршаудан әлсіз болып жүр деп ойлаған. Аяулымның жаназасына туған туыстары, көршілері, ауыл адамдар жиналды. Маржан анасының табытының жанында үнсіз отырды. Ғалия болса өзін кінәлап, егер сол күні жедел жәрдем шақырғанда, деп қайта-қайта жылады. Бірақ өткенді қайтару мүмкін емес еді. Аяулым жерленді. Оның қабірінің басында Маржан ұзақ тұрды. Апа, сіздің айтқан сөзіңізді енді ешқашан ұмытпаймын, деді ол сыбырлап. Ал ауылдың екінші шетінде Әнуар жалғыз үйінде отырды. Ол аяулымның қайтыс болғанын естігенде қатты күйзелді. Бірақ ішімдіктен әлсіреген өмірі оның қайғысында дұрыс қабылдауға мүмкіндік бермеді. Ол жалғыз қалды. Күн өткен сайын ішімдігі көбейді. Бұрынғы әйелі жоқ, қызы алыстап кеткен, жұмыс жоқ, өмірінің мәні жоғалғандай еді. Ал Маржан анасының өлімінен кейін мүлдем өзгерді. Ол бұрынғыдан да тұйық болып кетті. Ауыл адамдары оның үнсіздігін тағы да түсінбей, Маржан анасы қайтыс болса да дұрыс жыламады деп сөз етті. Бірақ олар Маржанның не үшін жыламағанын білмеді.
Өйткені Маржан анасының өліміне қатысты бір нәрсеге күмәндана бастаған еді. Ол Ғалияның сол күні әпкемнің жүрегі ауырған деген сөзін есіне алды. Сосын анасының сандығындағы ескі құжаттарды қарап отырып, күтпеген бір нәрсеге тап болды. Аяулымның медициналық құжаттарының арасында бірнеше жыл бұрынғы бір жазба бар еді. Маржан қағазды қолына алып ұзақ оқыды. Оның жүзі өзгерді. Анам мұны менен неге жасырды? Ал дәл сол құжаттың артында аяулымның өз қолымен жазылған қысқа ғана жазба бар еді. Егер менімен бірдеңе болса, Маржанға бұл туралы Ғалия айтсын. Маржан қағазды қатты қысып ұстады. Өйткені анасы өлер алдында бір нәрсені білген. Ал ол сырдың не екенін Маржан енді анықтауға киіс еді. Аяулымның жылы өткеннен кейін Маржанның өмірі мүлде өзгерді. Өйткені анасының қазасынан кейін оның жалғыз қалуына Ғалия жол бермей, енді сен менімен бірге тұрасың, жалғыз жүрмейсің деп өз үйіне алып келді. Сырт көзге Ғалияның бұл әрекеті әпкесінің қызын қорғансыз қалдырмайын деген жанашырлығы сияқты көрінгенімен, уақыт өте келе Маржан өзінің туған үйінен айырылып қана қоймай, өз өміріне қатысты шешімдерді де өзі қабылдай алмай қалғанын сезіне бастады. Ғалия медбике болғандықтан адамдарға көмектесуге үйренген. Жұмыста тәртіпті жақсы көретін, үйінде де бәрінің өз орнында тұрғанын қалайтын адам еді. Сондықтан Маржанның кейбір нәрселерді білмейтінін көрген сайын, оны өзіне сенімсіздеу қабылдап, әсіресе ас үйге жақындатпайтын. Өйткені Маржан бала кезінен тамақ пісіруге араласпаған еді. Аяулым да қызының қолына пышақ ұстатпай, кейін үйренерсің деп жүре берген болатын. Ғалия, сен ас үйге кірме, бір жеріңді кесіп аласың дейтін. Маржан, мен үйренейін десе, саған тамақ жасаудың қажеті жоқ, мен өзім істеймін деп тоқтататын. Осылайша Маржан 20-ға келгенше, қарапайым тамақтардың өзін дұрыс дайындауды білмеді. Ғалия кейде ашуланып, сен ештеңе білмейсің, өз бетіммен өмір сүре алмайсың дейтін. Маржан үндемейтін. Ол ішінен ғана, мен үйренсем, бәрін үйренем деп ойлайтын. Бірақ ешкім оның не ойлап жүргенін білмеді. Маржанның анасының қайтыс болғанына 1 жыл толды. Жылдық асы беріліп, туған туыстар жиналып, аяулымды еске алды. Маржан анасының қабірінің басында ұзақ тұрды. Апа, мен сізді қатты сағындым деді ол, ақырын ғана. Бірақ мен сізге бір нәрсе айтқым келеді. Мен енді өз өміріме өзім жауап беруге тырысамын. Сол кезден бастап Маржанның өмірінде тағы бір адам пайда болды. Ол Манат еді. Манат қарапайым жігіт болатын. Тұрақты қызметте істемесе де, үй шаруасына бейімі бар, тамақ жасауды білетін, үй жинап, кір жуып, күнделікті тіршіліктің көп жұмысын өзі атқара алатын жігіт еді. Бірақ оның бойында кейін Маржанның тағдырын түбегейлі өзгертетін ауыр сыр бар екенін, ол кезде Маржан да Ғалия да білмейтін. Манат пен Маржан алғашында кездейсоқ танысты, кейін сөйлесіп жүрді. Содан соң бір-біріне бауыр басып кетті. Ғалия Маржанның Манатпен кездесіп жүргенін білмейтін. Өйткені Маржан әпкесінен қорқатын. Ғалия кейде қонаққа, немесе құрбыларына кеткен кезде ғана Маржан Манатпен жасырын кездесетін. Бір күні Манат, сен тамақ жасай алмайсың ба? Деп сұрады. Маржан күліп, жоқ. Неге? Анамнан үйренбедім. Әпкең үйретпей ме? Ас үйге де жолатпайды. Манат біраз ойланып, онда мен үйретемін. Сөйтіп ол Маржанға қарапайым тағамдардан бастап үйрете бастады. Алғашқы күні Маржан күрішті дұрыс пісіре алмады. Манат күліп, қорықпа, бәрі бірден болмайды. Екінші күні ол сорпа жасауды үйренді. Үшінші күні қамыр илеуді үйренді. Біртіндеп Маржан ас үйге қызыға бастады. Манат, көрдің бе, сенің қолымнан келеді. Маржан, Ғалия менің қолымнан ештеңе келмейді дейді. Манат, оған сенбе. Маржан осы сөздерді естігенде ерекше қуанып қалатын. Ол үшін Манаттың сенің қолыңнан келеді деген бір ауыз сөзі өте маңызды еді. Олардың кездесулері осылай жалғаса берді. Бір күні Маржан өзінде өзгеріс болып жатқанын сезді. Алғашында оған мән бермеді, бірақ бірнеше күн өткен соң, күмәні күшейіп, Ғалияның үйіндегі күнтізбеге қарап отырып, өзінің жүкті болуы мүмкін екенін түсінді. Маржан қатты қорықты. Ол ешкімге айта алмады. Ақыры Манатқа айтты. Манат та абдырап қалды. Шын ба? Білмеймін. Тексеру керек. Олар тексеруден кейін күмәннің рас екенін білді. Маржанның жүкті екені анықталды. Ол қуанды ма, қорықты ма, өзі де түсінбеді.
Бір жағынан ана болатын ойлап жүрегі елжіреді. Екінші жағынан Ғалияның реакциясынан қорықты. Ақыры Ғалия бұл жамалықты білді. Оның жүзі бірден өзгерді. Маржан, бұл не? Маржан көз жасын сүртіп, мен де күтпедім. Ғалия біраз үнсіз тұрды. Сосын, сенің анаң мені өлер алдында шақырып, Маржанды асықпай, дұрыс адамға ғана тұрмысқа бер деп айтқан. Маржан, Манат жаман адам емес. Ғалия, сен оны қаншалықты танисың? Маржан, мен оны жақсы көремін. Ғалия, сен әлі өмірді түсінбейсің. Маржан, бірақ бұл менің балам. Ғалияның қатқыл шешімі сол сәтте Маржанның өмірін тағы бір рет өзгертті. Ол Маржанның бұл жүктілігін тоқтатуды дұрыс деп санады. Маржан қарсы болғанымен, жалғыз қалғандықтан және әпкесіне тәуелді болғандықтан өз еркіндігін қорғай алмады. Бұл жағдай Маржанның жүрегінде өмір бойы өшпейтін жара болып қалды. Ол кейін сол күнді ешқашан ұмытпады. Сол оқиғадан кейін Маржан ұзақ уақыт өзіне келе алмады. Ал Манат оған, мен сені тастамаймын деп уәде берді. Бірақ Ғалия Маржанды Манаттан алыстатуға тырысты. Маржан біраз уақыт қаладағы ағасы Беркіннің үйіне барды. Беркін оның жағдайын түсініп, осында біраз тұра тұр, өзіңе келіп ал деді. Маржан сол үйде тыныш өмір сүріп жатқан. Бірақ Манат оны іздеп тауып келді. Маржан, мен сені алып кетуге келдім деді ол. Маржан, қайда? Менің үйіме. Ғалия қарсы болады. Мен сенен сұрап тұрмын. Маржан ұзап үнсіз қалды. Сол сәтте оның көз алдында анасы елестеді. Аяулымның, қызым, өз бақытынды тап деген бұрынғы сөздері есіне түсті. Маржан ақыры Манатпен бірге кетуге шешім қабылдады. Бұл жағдай екі жақтың арасында үлкен реніш туғызды. Ғалия ашуланып, мен сені өсірдім, қорғадым, ал сен менің сөзімді тыңдамайсың. Маржан жылап, сіз мені қорғадыңыз Ғалия, бірақ менің өмірімді мен үшін шешуге болмайды. Көп ұзамай екі жақтың туыстары жиналып ұзақ сөйлесті. Ақыры жағдайды ушықтырмай, Манаттың отбасы Маржанның алдына келіп құдалық жасады. Үлкен той болмаса да екі жақтың туыстары жиналып шағын дастархан жайылды. Маржан ақ көйлек киіп, сырттай бақытты көрінуге тырысты. Бірақ жүрегінің түбінде бір қорқыныш бар еді. Ол Манатты жақсы көретін, сондықтан оның болашағы жақсы болады деп сенді. Тойдан кейін алғашқы айлар тыныш өтті. Манат үй шаруасын өзі істейтін. Маржан оның тамақ жасап жүргенін көріп, сен шынымен бәрін өзім жасай береді екенсің, деп күлетін. Манат, үй деген екеуіме ортақ қой дейтін. Маржан осы сөзге қуанып жүрді. Бірақ үшінші айда күтпеген жағдай болды. Бір күні Маржан ас үйде жүргенде бөлмеден қатты дыбыс естілді. Манат? Жауап болмады. Маржан бөлмеге кіргенде күйеуінің жерде жатқанын көрді. Ол денесін еріксіз тартып, есінен танып қалған еді. Маржан қатты қорқып, не істерін білмей қалды. Манаттың аузына көбік жиналып, денесі тырысып жатты. Маржан, Манат, Манат деп жылап көмек шақырды. Бұл Маржанның өмірінде алғаш рет көрген жағдай еді. Жедел көмек келгеннен кейін ғана оның жағдайының себебі анықтала бастады. Манатта эпилепсия диагнозы бар екені белгілі болды. Маржан сол сәтте күйеуіне қарап жүрегі ауырды. Неге маған айтпадың, деді ол жылап. Манат жауап бере алмады. Кейін жағдайы басылған соң, мен сені жоғалтып алудан қорықтым деді. Маржан үнсіз отырды. Оның есіне анасы түсті. Сол сәтте ол, неге мен бұл адамға тұрмысқа шықтым деп қатты өкінді. Бірақ өкініштің пайдасы жоқ еді. Ғалия бұл жағдайды естігенде Маржанға, енді өз үйіңнен қайтып келме, мен сені қайта қабылдамаймын демеймін, бірақ отбасыңды тастап кетпе деді. Маржанның жүрегі ауырды. Көп ұзамай Ғалия оны Манаттың ата-анасына табыстады. Маржан, енді сіздердің келіндеріңіз деді ол. Содан кейін Маржан сол үйде қалды. Бір жылдан кейін Манаттың анасы өмірден өтті. Маржан үйдің бар ауыртпалығын көтеріп, күнделікті тіршілікті жалғастырды. Ал өзінің өміріндегі ең үлкен жараны ешкімге ашып айта алмады. Алғашқы жүктілігінен кейін Маржан қайтадан бала көтере алмады. Ол мұны ішінен ауыр қабылдады. Бірақ уақыт өте келе бір нәрсені түсінді. Адам кейде өмірінде болған жағдайларды өзгерте алмайды. Бірақ сол жағдайлардан кейін қандай адам болып қалатынын өзі таңдай алады. Маржан бірте-бірте тағдырына шүкіршілік етуді үйренді. Ол Манаттың ауруын қабылдады, күйеуін қарады, үй шаруасын жасады, күн сайын өмір сүре берді. Ал ауылдағылар болса, әлде Маржанды бұрынғыдай түсінбейтін. Олар оны
ақыл есі кем деп ойлайтын. Өйткені Маржан ешкімге өзінің ішіндегі ауыр жараларды көрсетпейтін. Бірақ ешкім білмеген бір нәрсе бар еді. Маржан шын мәнінде өте көп нәрсені түсінетін. Ол адамдардың сөзін, мінезін, өтірігін, қайғысын бәрін байқап жүретін. Ал оның ескі сандығында әлі де анасы аяулымның құжаттары, өзінің бала кезінен жазған дәптері және ешкімге көрсетпеген бір құпия сақтаулы еді. Сол құпия ашылғанда, ауыл адамдары Маржан туралы жылдар бойы қалыптасқан пікірінің бәрін қайта қарауға мәжбүр болатын.